Сәлем баршаңызға. Бүгін біз кабачоктан икра жасайтын боламыз. Ең алдымен кабачогымыздың сыртын ашып тазалап аламыз. Егер де сыртын алмайтын болсақ, онда біздің икрамыз жасыл түске боялып кетеді. Сондықтан қандай кабачок болсын, сыртын ашып алған жақсы. Одан кейін бізге сәбіз, сарымсақ және пияз қажет болады. Біз сәбіз бен сарымсақты чоркадан өткіземіз, ал пиязды кішкентай кубик етіп тураймыз. Кабачогымызды да осылай кубиктап кішкентай етіп тураймыз. Табамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Кішкене қыздырып алғаннан соң жаңағы туралған көкөністерімізді біртіндеп салатын боламыз. Пияз, сәбіз, сарымсағымызды 10 минуттай араластыра отырып, орташа отта қуырамыз. Одан соң қантымызды, тұзымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне кабачогымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып 30 минут қайнатамыз. Кейін қайнап болғасын, оны оттан алып, осылай ыссы күйінде блендермен еземіз. Барлығын толықтай жақсы езілу керек. Одан кейін үстіне бұрышымызды және томатымызды салып, тағы да араластырамыз. Одан соң отқа қойып, үстіне қалауыңызша приправа салуыңызға болады. Отты 10 минуттай қайнататын боламыз. Икрамыз дайын болды. Енді күнделікті жеуге осылай ыңғайлы етіп банкілерге құйып қоямын. Ал егер сіз қысқа сақтайтын болсаңыз, яғни банкіні жабатын болсаңыз, онда 9% уксус құюға ұмытпаңыздар. Сол кезде оны қысқа сақтауға болады. Осындай керемет болып шықты. Сіздер жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.